Сәлем достар, бүгін мен жай ғана картоптан ерекше қытырлақ, өте дәмді осындай шариктар дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең бірінші картопымызды тазалап, жуып аламыз. Содан кейін осылай үккіштен өткіземіз. Бұдан қысқарақ етіп те өткізсеңіздер болады үккіштен. Міне біз картопымызды үккіштен өткізіп дайындап алдық. Енді үстіне салқын су құйып, жуып аламыз. Салқын су құйып болғаннан кейін осылай жақсылап араластырып жіберіңіздер, араларының барлығы тазарсын. Енді сүзіп аламыз картопымызды. Суынан ажыратып аламыз, яғни. Осылай кішкене қойып қойыңыздар, сонда суының барлығы сорғып, барлығы астына ағып кетеді. Міне біз картопымызды сүзіп алдық. Келесі енді осы үккіштен өткізілген картопымыздың үстіне, яғни тұз саламыз, және де 4 ас қасық крахмал қосамыз. 4 ас қасық қосасыздар. Сосын жақсылап араластырып аласыздар. Қолдарыңыздың көмегімен де араластырсаңыз болады. Жақсылап барлық жеріне бірдей біркелкі крахмалы тиіп, жақсылап араласу керек. Енді 20 минутқа картопымызды қалдырамыз сол крахмалды араластырғаннан кейін. Енді мен соус дайындаймын. Сіздер өздеріңіз дайын соус болса, соны да қолдансаңыздар болады. Зәйтүн майына осылай алдын ала блендердан өткізілген қызанақтарымды саламын. Қызып тұрған зәйтүн майына саласыздар. Содан кейін үстіне үккіштен өткізілген сыр қосамын. Қалауынша тұз қосасыздар. Содан кейін жақсылап араластырып жібересіздер. Міне осылай кішкене қайнаған кезде сырларыңыз еріп, сондай әдемі соус пайда болады. Үстіне қалауыңызша ас көк себесізде бетін жауып қоясыздар, оттың астын сөндіресіздер. Өзі осылай тұрып, бабында дайындалатын болады. Енді біздің картопымыз, яғни 20 минуттай тұрды. Міне астында, яғни көріп тұрсыздар, су шықты тағы да. Енді жақсылап бір араластырып алып, кәдімгі құрт жайған сияқты ауылда осылай қысып, кішкене шариктар дайындайтын боламыз. Астындағы жаңағы суда тұрған жерін аласыздар. Суға малынып тұрған жері біріккенде де жақсы бірігетін болады. Осылай қолдарыңызбен жақсылап сығып жібересіздер де домалатып, міне шарикқа айналдырамыз. Барлығын осылай жасап алдым, шариктардың барлығын. Дайын болған шариктарымызды қызып тұрған майда қуырып аламыз. Күнбағыс майын қолданып жатырмын мен қуыруға. Май қызды, сол кезде шариктарымызды салып, бауырсақ пісірген сияқты екі жағын бірдей ауыстыра отырып, қызартып, қызарғанша қуырып аламыз. Бір 2-3 минутта піседі. Арасы барлығы әдемі болып, қытырлап, күшті болып піседі. Арасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Себебі шариктардың көлемі де үлкен емес, сондықтан арасы барлығы жақсы, өте дәмді болып піседі. Жаңағы дайындаған соуспен дастарханға ұсынсаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Егер сіздерде басқа соус болса, кез келген соуспен де жесеңіздер, дастарханға қойсаңыздар, дәмі деген енді керемет, кез келген соуспен үйлесе береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоның соңында лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.